Жыл сайын Қазақстан Республикасының су айдындарында 500-ге дейін адам қазасының оқиғалары орын алады. Нұр-Сұлтан қаласының су айдындарында 10-нан 20-ға дейін адам суға батып кетті. Көптеген төтенше жағдайлар шомылуға тыйым салынған жерлерде орын алады. Құтқару қызметі бар. Жабдықталған жағажайларда зардап шеккен адамды құтқаруға мүмкіндік бар. Қалада шомылуға жарамды 3 жағажай бар. Судағы оқиғалардың себептері жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып табылады. Қалалық жағажайларда демалушылардың қауіпсіздігі туралы ұмытуға болмайды. Су адамға бағынбайтын стихия. Жағажайда демалу кезінде мұны есте сақтау қажет. Тұщы суда адам 2 минут ішінде батып кетеді. Оқиғадан кейін адамды алғашқы 5 минут ішінде құтқаруға болады. Үрей төтенше жағдайдағы басты жау. Шешімді тез және ойланып қабылдау керек. Бірінші кезекте кәсіби құтқарушыларды көмекке шақыру және суға батқан адамға суда тұратын кез келген затты лақтыру қажет. Жасанды тыныс алу техникасын білу және алғашқы көмек дағдыларын меңгеру қажет. Шомылуға тыйым салынған жерлерге шомылмаңыз. Тыйым салу белгісі жай тұрған жоқ. Мұндай жерлердің ағыстары қауіпті. Ішкі иірімдері немесе түбі ластанған болуы мүмкін. Біздің мақсатымыз оқиғаны болдырмау, құтқару, көмек.